Ulan ağa! Ulan ağa! Ақсұлу жаным, қойшы кетші бар. Ulan ağa тұрсаң іштен атты, ulan ağa! Ақсұлу роддом дедің ғой, кетші бар. Ulan ağa! Ля, адам не түсінігін бей. Қорқытасың ба адам, қорқытасың ба? Ай біз, сен басың жаман қатты ғой, Ulan ağa, мен басым қатты оған мен аяғын тәттім мен. Кетші. Ulan ağa, Не? жеңшем қайда? Жеңшен кеші салданат жеңгем екеу толғаға бірге ұстап қап, екеу дек қабат қой білесің ғой. Перзентханаға апарып ұстадық қой. Неме өлі бән, қырлық басына бән, өлім бән сонша, өлім бән. Сен менімен ойнайын дедің бе, Ұлан жіберіңші. Ағау де. Ағау. Кешіріңіз де. Кешіріңіз. Көкеу де. Көке. Мені жақсы көресің ба? Иә. Жүр мен шомылдыр. Сен кім баласың? Мен әкем баласым, сіз кім баласың? Мен атам баласың айналайын. Қоман, ше. Мен атам баласын, атам ха деген дауыздан шығып кеткен мен айналайын. Ай, бой, мұнандай денеңізбен атамыздың жағын айыр жүрген жатыр. Сендер жеңше мен мамам кеткеннен бері мен жақтырмай жүрсіңдер, көрсетем мен сендерге. Өй-тоу. Тастанаға! Тастанаға! Не? Айтсай, не? Тастанаға тұрсың? Бүгін қандай күн екен білесің ба? Қасиет сіреді. Сен үшін барлықтың қасиетті бола берем, не? Енді? Бүгін 31-ші желтоқсан, жаңа жыл! Қойш! Кеше ғана 30 сияқты еді ғой, Сымырау атқан уақыт айтың. Уақыт дегендем деді. Жынды ма тұрсай? Бүгін жаңа жыл. Келіншектеріміз перзентханада бүгін толға келіп босанатын күні. Жақсылап дастархан жайып күтіп алмаймыз ба? Ұлан, кішісің ғой сен менен. Мына жерден дастарханды жайнатып жіберші бер, мен риза болып қалайын. Мен дастархан жайнатып жіберетін адамға ұқсаймын ба? Мен дастархан жайратып жіберетін адам ғой. Ең болмағанда жұмыртқаға ұрыш, таңғы асымызды ішіп алайық. Қандай жұмыртқа біздің үйде тауық емес, бәрі қораз ғой білесің ғой. Сен төбелесетін қораздарың. Не істейміз енді? Жөн тамақтардың бәрін дайындап қой. Онда ақыры келіншектеріміз перзентханада ғой олар. Бүгін кешке Құдай қаласа босанып келеді. Ақыры үйде істемейміз. Оларға бір жаңа жылда мерекеге бір керемет дастархан жайайық. Сөйтіп күтіп алайық. Оның үстіне бүгін енелеріміз келеді. Енелер келетін ғой. Бүгін мерекені тойлап, бүгін кеске жақын қолдарымызда салют пақ. Аны? Телевизорда айқын өлең айтып жатыр. Пақ. Келіншектеріміз байынса да пақ. Жалпы бүгін пақылдайтын күндесі. Салаттардың бәрін дайындап. Саған Диана. Мәкшісіне. Айда, шынымен сен жігітің үй ма? Білмеймін. Бүгін мен де бірінші рет келіп тұрмын ғой. Қандай күшті. Дастарханды қарасай, свечаларын айтсай. Күшті. Бүгін кешке қызық байындап тұр ғой, Жігітің романтик қой. Кеп отырайықшы. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма деп, саламатсыздар ма? Сендер кімсіңдер? Сәлеміз ба? Бұл серіктің үй емес ба? Жоқ, бұл серіктің емес, бұл Тастан мен Ұланның үйі. Ой, бол кешіріңіздер, бізге серік керек еді. Сендер шатасып кеткенсіңдер ғой. Тастараға кәс қойдырыңды, Тастараға. Бергесей. Не болды? Бинго. Джекпот. Жеп қойды деп мұны әйгеуін қарсай. Қарсай. Саламатсыздар. Нағып жүр бұлар? Біз қателесіп кетпіз, бізге серік керек еді. Осы үйде кіргізіп жіберген ғой. Басқа үйге келген негіз қателесіп кеткен. Шатасып кеткен ғана, кинодағыдай шана, моншадан шығады да үйіне самолетпен ұшып барады ғой. Сөйтіп басқа біреудің үйіне кіріп кетті. Қалай да анау? Қайсы? Менің атым Қожа. Қомаш не істеп кетті? Жан тас бар ішінде. Мына енді шатас бір белгісі шығар, қайыр бар шығар. Мерекелік кеш қой мұны. Жаңа жылғы ақыры қазақмыз ғой, үйге келіп тұрған қонақты құр жібермейік. Қос үйден құр шықпа деген бар. Кел, сәл нан ауыз тиіңдер. Ұлан нан ауыз тигіз, аузың ғана тигіз. Өзіңді жетпей қаласың. Оның үсті бізде бүгін жаңа жыл қос мереке. Біріншісі жаңа жыл, екіншісі Ұлан екеуміздің. Құтты қонақ келсе қой егіз табады деген ба? Біздің қойлар радомда. Оның үсті бүгін келіншектеріміз босанып, ұлды болып жатқан жайымыз екеміз. Біз әке болдық. Құттықтап қойсаңдар шай құттықтап қой.
Ой, жан. Ой, жан, рахмет. Иә, сондықтан да қыздар, тез енді мына жерден. Біз әке болдық қой, біз әке болдық. Қойсай. Оның үстінде қазір біздің жолда енелеріміз келе жатыр. Қазір төртеумізді көрсе ыңғайсызданып қалады. Ұят болатын болды ғой. А? Ұят болатын болды ғой. Иә, сондықтан да ертерек келіп. Отыра беріңдер, олар бүйтіп келеміз дегенше біраз уақыт өтеді, отыра беріңдер. Одан кейін алдында да келіп қалады. Төртеуде ма? Жүйеден қоясың. Алдында осындай жағдайлар болып дейді. Шатасып кіріп кетесің. Аға! Не? Не? Құршыма аймен жалғастырақ. Одан кейін шатасып кіріп кеткенде Асықпайсың, айтып ал, асықпа. Аға дейді. Үлгересің. Аға! Не? Хана! Не? Мынаны қарасай. Сауыңыз. Жаңа жылдарыңыз. Әке болдық қой біз әке. Көрсетеміз. Әке болдық дейді ғой оң маған. Жақында. Жаңа жылдарыңыз бе? Жаңа жыл. Міне саған. Көрдіңіз бе, құдағи? Бұлар бізге, біздің күйеу балдарымыз жаңа жылымызға біздің күшті подарка, сюрприз. Бұлар біздің көзімізге шөп сап жүр. Кімнен? Шөп сағанда көп шап жүрді. Сіздердің емес қой, келіншектеріміздің көз. Ай! Жалпы шөп сабатқан Түсінбей қалдыңыздар, апа, сіздер түсінбей қалдыңыздар. Түсіндік бәрін түсінген жоқсыз. Түсінбейтін несі бар? Жоқ. Жаңа жыл. Жаңа жыл құтты болсын. Аяз аталар жоқ, снегурушкаларға қапты ғой. Ағанақта қыздарымыз аққала болып күтіп отыр бұларды. Қой, сіздер дұрыс түсінбей қалдыңыздар. Бұлар негізі шатасып тұр. Міне. Біз қателесіп кеттік, бізге серік керек еді. Біз қателесіп осы үйге кіріп кеттік. Қателесіп адасып жүр ма не? Жоқ, түсінбей жатсыздар. Сене салайық адасып жүр екен. Жоқ. Яғы осы сендер адаса бересіңдер соңғы кездері. Адасып біреудің үйіне кіріп кетесіңдер. Адасып біреудің байын тартып аласыңдар. Қашанға адаса бересіңдер сендер? Түсіндіріңізші. Мен не түсінбейтін несі бар? Біз бәрін түсінді, не біз түсінген жоқсыздар. Түсінбей Жоқ, қалдыңыздар, бізді апа. тура высокоболтный деп ойлайсыңдар ма? Міне біліп тұрмын, мынау саған екеуің төртеуің отырмақшысыңдар. Жоқ, ондай емес. Анау маған, анау. Жоқ, түсінген жоқсыздар. Құдағи, қараш, құдағи, қараш. Ойбай, романтика. Жоқ, ешқандай романтика жоқ. Адамның жастық шағын еске түсіріп. Ойбай, сенің де шалың романтик бет не? Жоқ, ауылда свет жоқтығын осындаймен отыратынбыз. Звондандар. Былай етейік, мен бұны былай қалдырамайым, давай, що мен звондайым қазір. Мен Қайратаңа звондайым қазір. Афганистан білесің ғой, төртеуіңді бірде Ауғанстанға барып тастайды қазір. Звондамай-ақ қойыңызшы, не звондамай-ақ қойыңызшы. Өтініш ене кешірім. Соғалар, звондайым. Алло, Лапылдап отқан жоқ. алло, Берік. Мен. Сенің мынау любимый күйеу балаң? Көзіме шөп, нелік емес. Қызыңның көзіне шөп сап жүр, ұстама деймін. Ұстама. Кіммен дейсің ба? Ұстама өз жерімді. Құшақтама вообще мені. Жындысыма менімен емес. Жындыма ма? Менімен. Тыңдаса мені. Құдағи берші. Екеуміз өтірет қазір келгеннен кейін. Құдағи берші. Менің де көзім қысып кетті. Мен бірақ телефон ұстап көрмеген, терші ана. Құдай, сенің шалың қандай еді? Неде? Ойбай, жаным деп жазып қойыппын ғой, жынды ма? Қазір көрсетем менде. Звонда, айт. Абонент временно недоступен. Ойбай, мына орсыздармен тұрғымен шағын. Апа, сіздер түсінбедіңіздер. Түсінбейтін несі бар, а? Айтсындаршы, Айтса, шатасып кетті деп айтса, бұррам қазір, айтса, бұррам қазір, айтса, айтсындаршы. Біз кете берейікші. Қайда кете бересіңдер? Мына... Мында ғой, сіздер қалайсың? Жақсы. Үйде қай-бай. Енелеріміз түсінбей қалып жатыр. Мына сіздердің қыздарыңыз бар. Біздің қыздар ғой. Шатасып. Кешірім сұраймыз. Біз адасып кіріп кеткен ғой. Біз бұндай қыздар емеспіз. Сондай қыздар.